Сәлеметсіздер ме, құрметті кәсіби тәжірибесін дамытуға ниеттеніп жүрген оқырман және көрермен қауым. Біз сіздермен бүгін зерттеу мұғалімнің кәсіби тәжірибесін дамытудың қуатты құралдарының бірі тақырыбында әңгімелесеміз. Тәжірибемен бөлісеміз. Заманауи оқу мен оқыту, сіздер білетіндей, қазір тек сабақты жүргізу емес, сондай-ақ зерттеуді де назарға алуды ұсынады. Мұғалімдерге аса қажет болып отырған дағды зерттеушілік дағды. Ол белгілі бір мәселені зерттей отырып, өз тәжірибесін жетілдіре алады. Бұл пікірмен барлығыңыз келісесіздер деп ойлаймын. Ал енді қадам жасайық. Ол үшін ол Дисней дөңгелегі жаттығуы бойынша әр кезеңге дөңгеленіп өтуге тырысамыз. Мақсатымыз менеджменттің жоспарлау функциясы бұл жаттығудың. Яғни бірінші кезең армандаушы. Негізгі сұрағымыз біздің не істегіміз келеді. Кез келген жобамен айналыссақ та, зерттеу жұмысын жасасақ та, біз мүмкіндігінше армандауға тырысамыз. Армандарымыз мақсатқа жетелеп, мақсатымыз орындалса, біз арманымызға жеткен боламыз. Яғни біз бұл жерде мектеп үшін, оқушылар үшін не істесек болады деген армандаушы ретінде мұғалім құзыреттілігіне, мұғалім біліктілігіне көп назар аударатын боламыз. Яғни армандаушы ретінде басты сұрақтар мыналар болуы мүмкін. Және оған ықтимал жауаптардың құрылымы да соған сәйкес болып келеді. Мысалы, не жасағыларыңыз келеді? Не мақсатта? Сіздің мақсатыңыз не? Мұны не үшін жасағыларыңыз келеді? Мақсатыңыз не? Нәтижесінде не ұтасыздар? Нақты не ұтам деп ойлайсыз? Бұның пайда келтіретінін қайдан білесіздер? Нақты тізбектеп шықсаңыз болады. Мысалы, мыналардан күтіледі деген сияқты. Оларға қашан қол жеткіземін деп ойлайсыздар? Мүмкіндіктер мынада. Бұл идеядан қандай ұзақ мерзімді пайда болады деп ойлайсыздар? Соңында ол мынаған алып келеді. Мен білемін, мен мынаған қол жеткізе аламын деп ойлаймын деген сияқты арман жетегінде бірінші кезеңді негізгі сұрағымыз біздің не істегіміз келеді деп бастаймыз. Біз мұғалім болғандықтан мектеп үшін, оқушылар үшін деген негізгі позициядан келеміз. Екінші кезең. Бұл кезең жүзеге асырушы. Яғни армандадым, нақты сұрақтарым анық, оған жауаптарым былай берілуі мүмкін деген ықтимал жауаптарым бар, енді жүзеге асырушы. Яғни көре білушілігін келесі қадамдармен жалғастыруы. Яғни мен көз алдым армандап елестеттім, көз алдымда армандаушы ретінде жоспарымның сұлбасын жасадым, енді соны жүзеге асырушы ретінде жоспарлаймын. Яғни мен сұрақтарым қашан толығымен мақсатқа жетуіміз мүмкін? Оған сәйкес жауабым мақсатқа жетудегі уақытша кедергілер. Әртүрлі кедергі болуы мүмкін, әртүрлі себеп болуы мүмкін, уақыт жағынан болуы мүмкін, ресурс жағынан болуы мүмкін. Оның барлығы өз кезінде, өз кезеңмен орындалған сәтте белгілі болып жатады. Енді бұған кімдер қатыстырылады? Міне осы сұрақ төңірегінде кішкене қосымша айтып кеткім келіп отыр. Себебі 21 ғасыр дағдысы ол командалық жұмыс жасай алу дағдысы. Яғни біздер қазір баяғыша жеке тұлға ретінде емес, көбінесе командалық жұмыстың жемісі көп екендігіне көз жеткізіп келеміз. Сол үшін біз мүмкіндігінше осы зерттеу әрекетінде де командалық жұмысқа көбірек ден қойсақ болады. Яғни жалғыз өзім емес, менің сыншы досым бар. Осы сыншы досыммен бірге әріптес, яғни бірге бір проблема төңірегінде айналысатын тағы да қызметтесім бар, әріптесім бар деген сияқты командалық жұмыс өз нәтижесін беріп, командалық дағды қалыптасқаны мүмкіндігінше жақсы. Яғни бұған кімдер қатыстырылады? Әрбір қатысушының жоспарды іске асырудағы жауапкершілігін, міндеттерін анықтау және кепілдік беру. Яғни әркімнің өзіне жүктелген міндеті болса, соған артылған жауапкершілігі болса, солардың бәрін анықтап, әрқайсысына кепілдік берсек, негізгі қатысушылар қызметі мынандай болады деген жауап болуы мүмкін. Келесі идеяларыңызды мейлінше айқындығы, яғни ең алғашқы қадам қалай жасалады? Идея айқын болмайынша, біз қол жеткізетін мақсаттың ауылы алыстай береді деген сөз. Яғни, мақсатқа жету үшін бірінші мынадай қадам жасаймыз.
екінші қадамымыз былай болады, үшіншісінде біз былай қадам жасауымыз керек деген сияқты нақты қадамдармен сипатталуы керек. Яғни айқын болу керек идеялар. Сіздер мақсатқа жақын келе жатырсыздар ма, әлде одан алыстап бара жатырсыздар ма? Оны қалай бағалайсыздар? Әрине, барлық істің артында кері байланыс деген жақсы әрекет түрі бар. Болған нәрсенің жақсы жағы, нашар жағы, дамыту керек пе, керек емес пе, тиімділігі неде, мүмкін осы жерде тоқтату керек деген сияқты мәселелердің бәрі қамтылатында кері байланыс тиімділігі мыналарда. Мысалы үшін былай. Мақсатқа жеткендеріңізді қалай білесіздер? Мақсатқа жеткеніңізді білетіндей сізде арнайы критерийлермен көзге көрінетін нақты бір дәлелдемелер, фактілер, болмаса құралдар, болмаса заттар, болмаса түсініктемелер деген сияқты бір көзге көрінетін, біз мынадан түсінеміз ол мақсатқа жеткеніміз деген жауапқа келетіндей тұс болу керек. Екінші кезеңіміз іске асырушы болса, үшінші кезеңіміз сыншы. Яғни біз екі кезеңнен өттік. Бірінші армандадық, екінші оны жүзеге асырушы болдық. Енді біз сыншымыз. Неге? Себебі біршама қадамдар жасалып, біршама іске асырылды, зерттеу жүргізілді. Енді соны мәселені бағалаймыз. Яғни негізгі сұрақтарымыз, мысалы мәселелер деген бұл жерде проблемалар мағынасын алынып тұр. Туындап қалсашы, мына жұмыс жасап жатқан кезде, зерттеу жүргізіп жатқан кезде, белгілі бір жобамен айналысып жатқан кезде бір мәселелер, проблемалар туындап қалсашы, не дұрыс жүрмеуі мүмкін? Туындайды ондай сұрақтар. Яғни оның сыңаржақ сұрақтар мынадай болуы мүмкін. Жаңа идея туындаған жағдайда кім оның тиімділігін арттырады, немесе жоққа шығарады? Осы жоспарға қатысы бар адамдар жақтау тиімділігін арттыру мүмкін, немесе жоққа шығару мүмкін. Яғни жауапкершілігі жаңа міндетіне сай деген сияқты. Оларға қажет нәрселер не керек? Тиімділігін арттыру үшін, не жоққа шығару үшін деген сияқты. Неге бұл жоспарға, идеяға әлдекімдер қарсы болуы мүмкін? Мүмкін бұл бір кереғар пікірді қолдайтын идея ма? Мүмкін бұл дұрыс шешімге жеткізбейтін идея ма? Мүмкін бұл кейбір топтардың ұстанымын, олардың көзқарасына, этика нормаларын сәйкес келмей қала ма? Әлдекімдер қарсы болуы мүмкін? Неге олар қарсы болуы мүмкін? Қарсы болуы мүмкін, егер қандай да бір проблема туындап жатса, ол жеке бағыттағы болсын, мейлі топтық бағыттағы болсын деген сияқты жауаптармен берілуі мүмкін. Келесі сұрақ: қабылданған шешімдерді жүзеге асырудағы таңдалған тәсілден не ұтасыздар? Көрсетіліп отырған тәсілдердің мынадай позитивті тұстары бар. Олар: кез келген басталған істен, жалғастырып жатқан істен, аяқталайын деп жатқан істен позитив көруге тырысу керек. Бастағаннан позитив болса, тірлік тезірек алға жүреді, мотивация болады. Жаңа идеяны ендіру барысында позитивті тұстарды қалай сақтайсыз? Әрине, оны сақтап қалуға тырысу керек. Бұл позитивті жеңістер мынадай әрекеттердің көмегімен сақталады деп. Ойларыңыздағыны жүзеге асыруда сіздерді не тоқтатуы мүмкін, немесе тоқтата алады? Біз жүзеге асырғымыз келіп отырған нәрсені не тоқтатуы мүмкін, немесе бізді не тоқтата алады? Бұл жоспарды, идеяны іске асыру тоқтатуымыз мүмкін, егер де біз алға қойған мақсат, армандағанымыз, жүзеге асырып жатқанымызда болған нәрселердің ішіндегі дұрыс емес әрекет болып жатса, болмаса нәтиже шықпаса, не команданың жұмысы алға қарай жүрмесе деген сияқты әртүрлі себептерге байланысты жауаптар болуы мүмкін. Жоспарларыңызға, идеяларыңызға нені қосып алу керек? Біраз қадам жасадық, кезеңнен өттік. Үшінші кезеңде тұрмыз. Сол үшін біздің идеямызда, жоспарымызда қосатын, болмаса алып тастайтын кезеңде туындауы мүмкін. Сол үшін нені қосып, немесе өзгерту керек? Көзге айшықталып көрініп тұрған бір қатар проблемалар болып жатса, немесе қосу керек мәселелер болып жатса, міндетті түрде мынаны қосу керек, ал мынаны өзгерту керек деген жауаптар өзінен өзі туындайды. Соңғы кезең, төртінші кезең, мұнда негізгі сұрақ болып қалатыны: қалай сұрағы төңірегінде нәтиже сіздерді қанағаттандырмайынша барлық кезеңнен қайта өту. Яғни жоспар,
идея жетістігі неден көреміз, кемшілік неден кетті, дәл қазір жоспарға, идеяға не жетіспейді, оны ретке келтіру үшін қалай әрекет етеміз деп, дөңгелекті қайтадан армандаушы, жүзеге асырушы және сыншы кезеңдерінен өткізіп, қалай сұрағына байланысты, сол қалай сұрақ төңірегінде нәтижесі бізді қанағаттандырмайынша дөңгеленген күйінше процесті айналдыра береміз. Сол үшін де Уолт Дисней дөңгелегі деген жаттығуы болып табылады. Және бұл Уолт Диснейді білесіздер, жақсы мультипликация әлемінде, мультфильмдер әлемінде үлкен жетістікке жеткен кәсіпкер. Ол да кезінде армандады, жүзеге асырды және үлкен нәтижелерге жетті. Әрине, әрбір кезеңде өз ісіне өзі сыншы ретінде қарап, кез келген амал әрекеттің барлығына кері байланыс жасау арқылы, мүмкіндіктерді пайдаланып, жетілу арқылы жетіп отырды. Сіздер де дәл осы дөңгелек бойынша әрекет жасап, кезең-кезеңнен өтіп, соңғы кезеңге келгенде алдыңғы кезеңдердегі сұрақ-жауаптарға көңілді бөліп, дұрыс бағытпен жұмыс жасасаңыздар, зерттеушілік дағдыларыңыз дамып, өздеріңіздің тәжірибелеріңізді жетілдіруге көптеген мүмкіндіктерді аласыздар. Әрине, бұл жерде кішігірім сабақты зерттеу тақырыбына байланысты да қысқаша осы негізде жүргізуге болатын туралы айтып кетсек болады деп ойлаймын. Алдында айтылған пікірлердің барлығы әрине сол біздің педагогтердің, мұғалімдердің тәжірибесіне қатысты сабақты зерттеу үдерісімен тығыз байланысты болғандықтан, біздің зерттеуші мұғалім ретіндегі біліктілік санатымыздың пайда болуымен зерттеушілігімізге көп назар аударылатын болғандықтан, біз бұл қадамдарды жасап көргеніміз жөн деп ойлаймыз. Әрі тәжірибеде дөңгелетіп іске асырып көрсек, нұр үстіне нұр болар еді. Егер сіздерге шағын өз таныстырылыммен көмек берген болсам, әрине менің миссиямның орындалып жатқандығы деп тек қуанар едім. Назарларыңызға рахмет.